Армысыз құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызда білім айнасы, менің жұмысым. Астана қаласында орналасқан Әлихан Бөкейхан атындағы бино мектебіндеміз. Мен былай деп айтатын, бұл маңызды емес. Тарауында сабаққа мысалы БЖБ орындау үшін өткізу, оны педагог оны өзі таңдайды. Осы жобаны әріптестермен бөліскен кезде қолдау тапты. Тақырыпты таңдауды үйренді, ол тақырыптан мақсатты шығаруды үйренді. Әртүрлі позициядан қарауға болады. Балалардың сахнаға шыққан мәдениеті да түзелді. Бүгінгі көтеретін мәселе БЖБ, яғни бөлім жиынтық бағалау. Осы бино мектебінде Бауыржан Алтайұлының бастамасымен БЖБ сәл өзгере өтеді екен. Соны жан-жақты зерттеп көрсек деген ойдамыз. Бағалау тәсілін өзгертуге ой қайдан туындады? Енді менің педагогиялық тәжірибем 20 жылдан асты. Соның ішінде 16 жылы мектептерге жаңартылған білім беру мазмұны келген кезде бізге жаңа білім беру стандарттары мен бағдарламалар келді. Әлихан Бөкейхан атындағы бином скул мектеп лицейінің тарих пәні мұғалімімін. Бізге осы жылдан бастап жаңа жоба, бұл жиынтық бағалауды біздер проект жоба ретінде алып жатырмыз. Енді өзіммен тарих пәніне жүктелген дүние, ол 6 сыныпқа дебат форматында осы жиынтық бағалауды ұйымдастыру керек болды. Осы өткен аптада ұйымдастырдық, өте сәтті өтті. Балалар үшін өте қызықты болды. Қазір балалардың өздері де айта жатыр. Аслан, сен өзі осы жаңа форматта сабақ өтуін қалай ұнай ма саған? Иә, маған негізінде өте ұнайды. Өйткені бұл свод форматында берілген дебат сабақтарында негізін берген туралы әртүрлі позициядан қарауға болады. Мысалға, Керей ханның жаңағы Моғолстан жақтан жер алғаны туралы мен оның жақсы жақтарын қарай аламын, әлсіз жақтарын қарай аламын, және басқа да позициялардан қарай аламын. Сондықтан көп балалар тақырыпты түсіне алады, және де оны өздері талқылай алады. Саған осы форматқа дейінгі оқу әдісі ұнады ма, әлде жоқ, осы әдіс саған керісінше көбірек ұнайды ма, және де қандай саған бойына қасиеттерді әкелді? Сен осы әдіс арқылы не нәрсені үйрендің, сол туралы айтып кетші. Маған негізінде осы дебат форматында өтетін сабақтар көбірек ұнайды. Өйткені мен бұл дебат форматында өткен сабақтар арқылы өзімнің ойымды айта аламын басқаларға, басқа балалардың ойын тыңдап, мазмұнды түсіне аламын, басқа балаларға мазмұндап бере аламын. Енді бұл бірінші кезеңнен тұрды, жаңа айтып кеттім, 4 кезеңнен тұрды. Бірінші балалар дағды қалыптастырды, одан кейін жаңағы айту дағдысын, содан кейін тақырып өзгертқаннан кейін жаңа тақырыпты, жаңағы Керей мен Жәнібекті алдық қой. Керей мен Жәнібекте бұлар өзіндік теорияны қалыптастыра білді. Әркім, әр оқушы өзінің позициясын қорғасын, контраргументте қорғау жеңіл болады. Мысалға, енді білесіздер ғой, дебаттың ерекшелігі ол контраргумент. Биология пәнінен сабақ беремін. Биылғы жылы әдістемелік нұсқау және мемлекеттік білім стандартында мұғалімдерге қойылатын, орта мектеп мұғалімдеріне қойылатын талаптарда оқушыларға академиялық біліммен қатар оларға зерттеушілік және икемділік дағдыларын қалыптастыру, дамыту көзделген. Соның соңғы 3-ші оқу тарауын осы жобалық жұмыс бойынша балалар жазып шықты. Ең бірінші біз балаларды тарау таңдап алдық, одан кейін балаларды осыған байланысты топтарға біріктірдік, командалық жұмыс жасады балалар. Сізге осы бағалау тәсілі ұнады ма, ұнамады ма? Қандай дағдыларды дамыттыңыз бойыңызға осы бағалау тәсілі? Бізге өте қатты ұнады. Осы жобамен тапсырғанда ол бізге командамен бірге орындауды үйретті, және бір-бірімізді бағалауды. Баяғыдай БЖБ-ны қағазбен тапсырғаннан көре бізге осы жобамен тапсырған ыңғайлырақ болды, және стресс аз болды. Одан бөлек бізге өзімізді спикер ретінде көрсете алдық. Тақырыпты таңдауды үйренді, ол тақырыптан мақсатты шығаруды үйренді, зерттеудің мақсатын, сол мақсаттан олар өздеріне сол болжам жасауды үйренді, гипотеза қоюды, және сол жаңағы тақырыбының өзектілігін, қазіргі кездегі актуальность дейді ғой, өзектілігін табуды үйренді. 4К деп айтамыз: коллаборация, коммуникация, сын тұрғысынан ойлау, креативті ойлануы. Осының барлығы осы жоба жұмысын жазу барысында, жоба жұмысындағы балалар зерттеу жұмысын жасау барысында біздің байқағанымыз балаларда осы дағдылардың барлығы қалыптасты. Біздің жаңадан енгізілген бір жобамыз бар. Ол драмалық қойылым арқылы балалардың
іс-әрекеттерін бағалау деген. Яғни академиялық білімдерімен қатар оқушылардың іс-әрекеттерін де бағаладық. Бұл бағытта біз оқушыларға алдын ала жоба бойынша шығарманы бердік. Бағдарламаға енгізілген Шоқан Уәлихановтың «Ыстық көлге сапары» дегенді. Сол бойынша оқушылар дайындалды. Одан кейін оқыды, талдады, талқылады. Енді «Ыстық көл сапарындағы» шығармасын білетін болсаңыз, ол жерде кейіпкерлер жоқ, күнделік жанрында жазылған. Сол себептен де оқушылардың нағыз қиялын оятатын кезеңі болды. Балалар бізде тек қана сол шығарманы оқыған жоқ, олар қосымша Шоқанмен танысу үшін зерттеуін жүргізді Шоқан бойынша. Сонымен қатар бұл саяхат, бұл қалай басталды деген сияқты сұрақ туындады балалардың алдында. Сол кезде оқушыларымыз кәдімгідей зерттеу жұмысын жүргізіп, сонау Ресей империясына да көңіл аударып, назар аударып, бұл қайдан басталды, өздігінен ба, әлде бір жерден бұйрық алды ма деген сияқты. Сол кезде Хаментовскийді да, Ақ патшасын да барлығын зерделеп, оқушылар фильмін да көріп шықты Шоқанның. Яғни осы жоба арқылы біз оқушыларымызға терең білім бере алдық. Бізде зерттеу жұмысында, мысалға 7-ші сыныпта жақсы тақырыптар болды, үйкеліс күші мен қозғалыс қауіпсіздігі. Мұндағы мақсат оқушылардың қозғалыс қауіпсіздігіне байланысты осы үйкеліс күшінің әсерін анықтау. Яғни мектепте қандай аяқ киім киіп жүру керек, мына гипотеза, аяқ киім табанына байланысты деген. Енді басқа нелерін барлығын көрсетпей ақ қояйын, балалар өз жасаған жұмыстарын. Енді именно өздері осы жаңағы динамометрді қолдана отырып, осы үйкеліс коэффициенттерін анықтады барлығын. Сосын соңында, зерттеудің соңында қорытынды шығарды. Яғни қай аяқ киімнің түрі, мысалы 3 түрлі аяқ киім таңдады, табаны резина, кәдімгі жеңіл аяқ киім және классикалық аяқ киім. Классикалық үлгідегі аяқ киімнің дұрыс екендігі туралы қорытынды шығарды. Жалпы біз мысалы қазақ тілінде 9-шы сыныптар өздері сценарийді жазған болатын. Біз 5-ші сыныпқа ондай жұмыс берген жоқпыз, себебі олар әлі бала, кішкентай. Сценарийді біз берген болатынбыз, бірақ та олар ішіне қосымша креатив ретінде сөздер немесе әрекеттер қосуға болатын еді балаларға. Сол жағынан балалар өздерінің Робин Гуд енді білесіз ғой өзіңіз, балалар мультиктерін көріп, содан кейін кітабын оқып, қызығушылықтарын оятты ең біріншіден. Екіншіден, актерлік мүмкін шеберлігін дамыттық. Келесіде балалардың сөйлеу дағдысын ең біріншіден таза сөйлеу, дұрыс сөйлеу ағылшынша, себебі ағылшын сөздері енді өзгеше, басқаша, сондықтан сол дағдыларын дамыттық біз балалардың. Балалардың сахнаға шыққан мәдениеті де түзелді, бір-бірімен сөйлеген әрекеттері де, сөйлеу мәнері де өзгерді, бір-бірлеріне қалай көмектескенін байқадық. Өйткені бізде бір топқа бөлінген, сынып топқа бөлінген кезде олар бір топ шығады, бір үзіндіні көрсетеді, екінші топ екінші үзіндіні көрсетеді. Сол кезде балалар іс-әрекеттерінде бір-біріне қалай көмектескенін, бір-бірлеріне қалай жандарын ашқанын, соның барлығын біз осы жоба арқылы көріп қана қоймай, соны бағалай да алдық. Бөлімді жиынтық бағалауда жаңа біз 2 бағыттың бағалау критерий бойынша айтып өттік. Сол ең біріншісі ол академиялық бағалау, екіншісі ол жоба арқылы бағалау. Бұл 2 бағалау бір-біріне қаншалықты заңды түрде жүріп жатыр, және де заңға бағынады ма, қайшы келмейді ма, сол бойынша айтып кетсеңіз. Әрине біздің жүргізіп жатқан жобамыз осы өзі ережесі бәрі концепциясы жазылған, оның барлығы заңды түрде. Мысалы мына Қазақстан Республикасының білім ғылым министрлігінің 2008 жылғы номері 125 бұйрығында былай деп жазылған, екінші тарауында сабаққа мысалы бір жоба орындау үшін өткізу, оны педагог оны өзі таңдайды. Сол бөліктен мысалы бақылау, практикалық жұмыс жүргізіле ма, жобалап жүргізе ма, диктант ала ма, бақылау, тағы да басқа бір іс-әрекеттерді зерттеу арқылы жүргізе ма, ол педагогтың еркісінде деп жазылған. Сондықтан біз осы аралықты мұғалімнің еркінде жаңағы бағдарламаны бұзбай, мақсаттарды орындау арқылы жүзеге асырылып жатырмыз. Яғни сіздің айтуынша бұл заңға ешқандай қайшы келмейді? Әрине, ешқандай заңға қайшылық келмейді. Жалпы жобамыздың мақсаты зерттеу арқылы мемлекеттік стандарттарға берілген академиялық дағдылармен қазіргі кездегі 21 ғасырдағы дағдыларды қалыптастыру баланың бойында. Осы жобаны әріптестермен бөліскен кезде қолдау тапты. Ата-аналардың арасында, оқушылардың арасында қазір 2-ші тоқсанымыз оны эксперимент ретінде өткіздік.
және 3-ші тоқсанда жалпы 5 пен 9-ші сыныптарда осыны жүзеге асырып жатырмыз. Ата-аналардың кейбір жастары жақсы келіп жатыр. Оқушылар да жаңа әдіске оңтайлы қарап жатыр. Жалпы өзгеріс бар. Әрине, дағдылардың қалыптасуына біраз уақыт керек. Оны әлі де уақыт көрсетеді. Дегенмен де менің ойым бойынша осы бағалау тәсілі ол дұрыс шешім және өз нәтижесін береді деп сенемін. Дағды дегенде ол жаңағы біліктің бірнеше рет қайталағаннан кейін автоматты түрде айналу процесі, сол дағды болады. Сондықтан осы білікті дағды айналдыру үшін біз оны бірнеше рет қайталауымыз керек. Мәселен, 5-ші сыныптағы оқушы 9-ші сыныпты аяқтағанша кейін осындай бағалау жұмысына қатысқан кезде 20 шақты жоба жасайды екен. 20 рет. Яғни сол білікті ол 20 рет қайталаған кезде ол дағдылар оның бойында қалыптасады деген сондай бір ойымыз бар, гипотезамыз бар. Енді оның бара-бара жаңағы 9-ші сыныпта аяқтаған оқушылар қандай нәтижелер көрсетеді, олардың жетістіктері қандай, сонымен бағалайтын боламыз. Реттілік кезеңі ол пәндік бағалау тәсілінде маңызды ма? Қаншалықты өзінің рөлін атқарады? Сол туралы. Реттілік дегеннен кейін бізде қай пәннен кейін бағаланатыны мен былай деп айтатын, бұл маңызды емес. Жобаны бір пәннен де жазып шығуға болады. Неге екенін сізге түсіндірейін. Мәселен, жаңағы жоба біздің идея бойынша біз оны 90-ның соңында бөлім бойынша бағалаудың бір бөлігі ретінде алып жатырмыз. Мысалы үшін физикадан 90-да 2 бағалау болса, бөлім бойынша бағалау болса, соның соңғысын аламыз. Жоқ, ПЖБ. Бөлім бойынша бағалау алып жатырмыз. Неге ол соңғысын алып жатырмыз? Себебі жобалар ұзақ уақыт жасалу керек, 1.90 бойы. Содан кейін жоба міндетті түрде топтық болу керек. Ол жерде жеке жобалар болмайды. Неге олай, неге осы шарт маңызды? Себебі ұзақ уақытқа жасалынған дүние оқушының бойында өзіндік реттелу дағдыларын дамытады. Олар мақсат қоюға үйренеді, олар жоспар жасауға үйренеді, дедлайндарын қойады. Сол дедлайндарға қатысты өздерінің әрекеттерін реттеу керек 90 бойында. Көрдіңіздер ме? Яғни өзіндік реттелу дағдыларын дамытады. Енді топта неге? Олар бір жобаны дайындағаннан кейін бір-бірімен әрекеттесу керек қой. Бір-бірімен әрекеттескен кезде бір-бірімен жұмыс жасауға үйренеді. Топта жұмыс жасауға үйренеді. Ол өте қажетті дағдылар. Сол сияқты жобаны қорғаған кезде қай бөлімін кім қорғайды? Жаңағы жауапкершілікті бір-біріне бөлінген бар ғой. Әлеуметтік дағды осы жерде дамиды. Енді осы дағдыларды кез келген пәнде дамытуға болады. Сондықтан жаңағы пәндердің реттілігі матрицадағы ол маңызды емес. Ол қай пәнде болса да бір дағдыларды дамытып жатырмыз. Ұстаздардың іс тәжірибесін байқадық. Бағалау, яғни бөлім жиынтық бағалауды екі тәсілде жасайды. Біріншісі академиялық болатын болса, екіншісі оқушылардың икемдік дағдыларын бағалауға әрекет жасайды. Сіздермен бірге болған Қуантай Амантайұлы. Жақсылықта жүздесейік.